Баршамызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түшіру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде жүзік көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Түсіңізге қолыңызға сақина тағатын болсаңыз, алда бастайтын істеріңіз сәтті жүретін болады. Сынған жүзік отбасындағы ұрыс пен ғашықтардың айырылысуын білдіреді. Қыз бала түсінде жүзікке ие болса, онда сүйіктісінің қатысты уайымы артта қалатын болады. Басқалардың жүзік таққанын көру сіздің жағдайыңыздың артып, жаңа таныстарға ие болатыныңызды көрсететін болады. Қолыңыздағы сақина түсіп қалатын болса, сақинаның белгісі шынайы өмірде сізге берген сертіңіздің бұзғаныңыз үшін сынақтар күтіп тұр. Түсіңізде өзіңізге шақ сақина таңдай алсаңыз, шынайы өмірде ешкімге де ғашық емес екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде таныс емес адам қолыңызға неке жүзігін тақса, бұрыннан мазалап жүрген күрделі жағдайыңызды шешу үшін күтпеген көмек келетінін білдіреді. Сүйікті адамыңыздың қолына жүзік тақсаңыз, сіздің сезімдеріңіз бен уәделеріңізге берік екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жүзіктің пайда болуы іс-шаралардың шеңберін, шешілмеген мәселелердің бауырмашылдықты, уәдені және адалдықты білдіреді.